Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынандай керемет сөз айтады. Көркем мінезді адам, сол көркем мінезділігімен түнде намаз оқитын, күндіз ораза ұстайтын адамдардың дәрежесіне жетіп алады. Енді осы жерде қараңыз, не үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 уақыт парыз оқитын, парыз ораза ұстайтын адам деп айтпады десе, бұл нәрселер сізге парыз болғандықтан сіз оны онсыз да орындайсыз. Парыз екеніне адамның нәпсісі қатты қиналмай-ақ орындайды. Ал ғалымдар айтқан, Алла тағалаға нәпіл амалдармен жақындайсың дейді. Ал күндіз ораза ұстау деген сөз нәпіл ораза. Бұл анау адам өзін сындырып, міне мен Алла сенің алдындамын, өзімді өзім жықтым деген адам ғой. Түннің ортасында тұрып намаз оқитын адам ше. Өзіне сындырған, нәпсісі сындырған адам. Бұған өте ауыр күш керек, аға. Өте ауыр күш керек та. Бұны істеу үшін ше, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Адам көркем мінезімен осы адам дәрежесіне жетіп алады дейді. Машалла.